Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Мен мына жерде бір жаққа кетейін деп жатырғандығымды айтып жатырмын, бірақ даусым естілмей қалыпты. Міне киініп алдым, мынау Ая деп таныстырып жатырмын. Ендеше бүгінгі блог мен туралы. Бүгінгі блогтан менің Қазақ Репабликке барып свитшот алғанымды, және сіздерге өмір туралы айтқанымды көре аласыздар. Пока. Мен әрбір күз мезгілі болсын, қыс мезгілі басталған кезде 3 айға жоспар жазам. Мына менің күзге жазған жоспарларым. Осының ішінде біраз нәрселер іске асты. Енді қазір мынаны іске асыруға кетіп бара жатырмын. Қазақ Репабликтен өзіме свитшот аламын. Ура! Маусым соңында осылай птичка қойып, мынаны істедім, ес, молодец деп өзіме күшті мотивациялар беріп қоям. И кайф. Ая, пока. Все. Сіздерде қалай екенін білмеймін, но менде именно күзде прям андай шабытым ашылып, вдохновленный болып жүремін да. Сол, білмеймін, өзіме қатты ұнайды. Осы мүмкін мен күзде туылғаннан, ол негізі күзді жақсы көретін адамдар аз ғой, салқынды көбісі жақсы көрмейді, жазды жақсы көреді. А менде наоборот, да, мен аллергиям бітеді. И күн салқын, прям вау. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had to come flip the script. Had a big bone to pick. Got the short end of sticks. So we made a fire dead. Let it burn to a crisp. And that's a short fire flip. She's a boss, she's a bitch. Take that as a compliment. I see I'm moving real low, believe I'm on a high note. Always leave it loyal, mama raised me thorough. Yeah, better wake up, niggas on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that deep. Hazır uslar kiyip көрейін деп жатырмын. Осындай сумкалар бар. Мен өзіме мындайын алдым. Қазақ Репаблик. Вот она я. Кепка. Мен андай капсулка. Свитшот. Осылай алайын ба деп тұрмын. Қалай? Еще мындай футболкалар бар. Мындай футболка. В общем, страницасына кірсеңіздер көресіздер. Вот кепкалар, панамка. Барлығыңыздың жауаптарыңызға рахмет. Осылай алып жатырмын. Сумка, свитшот и Қазақ Репаблик бейсболка. Айта алмай жүрмін бір сөзді мен саған. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жасай алмай батылым бармай бір қадам. Алдым. Іште мен өртеніп. Қараңыздар, қандай әдемі. Қандай күшті. Және мен де қуаныштымын өте, себебі көптен ойлап жүрген нәрсемді алдым. Мен өте қатты қуанып келе жатырмын, себебі өзімнің көптен ойлап жүрген покупкамды жасадым. Кепка алдым, свитшот алдым и сумка алдым. Барлығы маған 27 мың теңгеге шықты. Ал енді не үшін мен солай тізім жасаймын, иә? Күзге қарай әр маусым басталады ғой, жыл мезгілі басталады. Сол кезде мен өзім сондай өзімнің ойларымды сол айларда 3 ай ғой, сол айда не істеймін деген сияқты мен бөліп жазып қоямын. Себебі ол сол
мезгілдің мәнді әрі бір организованный өтуіне пайдасын тигізеді. Мысалға менде уже қазір галочкалар бірталай толды, біраз нәрселерді жасадым. И өзіңе өзің осылай довольны болып жүресің, да, әйтеуір бір нәрсе бітірдім деп, и өзіңе отчет та беріп жүресің. Так что ол жақсы практика. Жазыңыздар әр мезгілде өзіңіздің жоспарларыңызды, тіпті даже бар ғой, мелочтар болады ғой. Там, яблочный пирог пісірем деген сияқты бар ғой. Сондай нәрселерге дейін жазып тастасаңыздар, күшті болады. В общем, қыздар, мынандай зат ғой. Білмеймін, әйтеуір мен андай инстаграмда өзімнің оқып отырған курстарымды, сондай нәрселерімді бөліскендіктен адамдар маған былай сұрақтар қояды да. Ну, типа, қалай дамысақ болады, қалай жетістікке жетсек болады. Ну, хотя мен өзімді жетістікке жеттім деп айта алмаймын, пока что жолындамын, жетістікке жету жолындамын, соған әрекет етіп жатырмын, білім алып жатырмын да. И сондықтан шығар, менен көп қыздар сұрайды. Именно осы қыздарға арналған ғой енді менің каналым, менің контентім. Қыздарға айтқым келеді да, мына нәрсені түсіндім мен Хава Шайдуллинаның курсына кейін. Жалпы вообще бүкіл курстарда түсінгенім, адам өзінің өмірі үшін жауапкершілікті өз қолына, өз мойнына алмайынша, оның өмірінде еш нәрсе өзгермейді. Мысалы да, неге олай? Мысалға кейбір қыздар болады, әйелдер болады да, например, андай бүкіл өзінің өмірі үшін жауапкершілікті ата-анасына артық қойған, немесе күйеуіне, үнемі солардан бір нәрсе күтіп отырады да. Мысалға, мама папам мені оқуға түсіреді, үйтеді, бүйтеді деген сияқты. Ал тұрмысқа шыққаннан кейін сол ата-анасындағы ответственностьті алады да, күйеуіне жүктей салады да. Например, менде де сондай болды да, мен ойлайтын, ержан маған должен деп бар, ол менің күйеуім, ол должен маған, там, білмеймін, маған мені киіндіру керек, маған тамағымды алып беру керек, тағы да бір нәрсе деген сияқты. Мен кәдімгідей полностью өзімнің өмірімді ержанға тапсырып тастағанмын да. И одан всегда күтем. Ал адам қай уақытта ренжейді, қай уақытта адамға обидасы болады, когда ол адамнан күтесің, и ол адам ол нәрсені саған бермейді да. И бізде постоянно сондай конфликттер болатын да. Мен одан күтем. Еще қыздар андаймыз ғой, күтеміз, но айтпаймыз ғой не нәрсе керек екендігін. И одан ол нәрсе маған жасалмағасын, ол нәрсе менде маған бермегесін оны, и реніш пайда болады да. Өзің короче, сама придумала, сама обидела, сөйтіп жүресің да, и одан күтіп жүресің всегда. И мен сосын барып осы Хава Шайдуллинаның курсынан кейін ойланамын ғой, действительно адам өз өмірі үшін жауапкершілікті өз мойнына алса, ол ешкімнен еш нәрсе күтпейді. Например, мен қазір енді полностью деп айтпай қойын, 90% ешкімнен еш нәрсе күтпеймін. Туған күнде күтем деп па. Негізі жалпы күтпеймін да. И соны үйреніп келе жатырмын да. Өзіме приятное жасау, там өзіме подарка жасау, там өзімді бір жерге алып бару. Мысалы, ержаннан күтіп отырмаймын да, там, например, кафеге барып десе, өзім бара салам деген сияқты бар. Мен ержан апару керек деген сияқты, менде ондай қазір жоқ. И, например, үйге тамақ алған кезде де мен қазір бұрын кәдімгідей ержанға айтатынмын да, үйге тамақ бітті, сен алып кел, анау деп. Мені көріп отқан адамдар қазір түсінбеуі мүмкін, енді ол еркек емес па, үйге алып келу керек. Я дұрыс діни жағынан алып қарасаң да, ол типа добытчик, ол алып келу керек. Но біз командамыз да, ержан, мен, қызым, біз үшеуміз бір семья, бір командамыз да. И ол командаға екеуміз де құю керекпіз да, ол материалдық жағы болсын, жаңағы духовный, рухани жағы болсын, барлық нәрсені екеуміз құю керекпіз да. И біз команда болу керек, сплоченный андай команда болу керекпіз да. И мен одан еш нәрсе күтпеу керекпін, ол менен еш нәрсе күтпеу керек та. Ол ойламау керек, Гаухар ол менің әйелім, ол ана должна, мысалға, там, мен киімді жуып, анау киімді өтектеп беру деп. Жоқ, я не должна деп ойлаймын да. Конечно, мен түсінбейді көп адамдар, но это так. Он мне не должен, я ему не должна деген нәрсені ұстанамын да, потому что ал егер сол нәрсені істесек, мысалға мен оған киімін өтектеп берсем, это просто мен оны жақсы көрем. Я ему благодарна да, мысалға сол үшін жасауы мүмкін да. Жасаймын ғой енді. В основном жасаймын, я анда-санда. Короче, жасаймын. И ол да солай да. Білмеймін, біз солай өмір сүрген легче да, ешкімге еш нәрсе должен емес деп. Сол нәрсені, короче, ойларыңызға сақтап алыңыздар. Еще көп әңгіме айтып кеткен сияқтымын ғой. Мен что-то қарным ашты, қазір тамақ ішуге кетіп бара жатырмын. Тамақтанып алып, бір-екі жұмыстарымды бітіріп, үйге барамын. Қызым күтіп қалған шығар. Хотя қызым далада жүр.
мен тамақ ішіп алуға келдім. Мындай паблик деген жерге келдім. Жүрек жалғап алып, жұмысымды жасап, одан кейін үйге кетем. Ас болсын. Uyan uyan önüzün nazik жұмсақ жүрегің uyan тарғап өмірде. Осымен менің бұл влогым аяқталды. Үйге келіп, қызымды емізіп, махаббатқа бөленіп, рахаттанып жатырмын. Мен видеомды соңына дейін қараған адамдарға алғысым шексіз. Көп рахмет. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз десем ба. Сол, енді қызымды ұйықтатып, өзімнің жұмыстарыма кірсем. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен өте қуанып қалам. Бұл менің алғашқы бастамаларым болып табылады. Сау болыңыздар.